мектептегі тәрбиеміз анау ғой. Қазір қазаққа ұлттық тәрбие беретін мектептің бір жанашыр болып жүрген Аяжан деген бала береді, қазір шырылдап көмек сұраушылап қысым жасап нағып жатыр дейді. Масқара ғой. Жер единственный бір жалғыз бала. Оның кемшілігі де бар шығар, ол да пенде ғой. Қаталығы бар шығар, жоқтықтан біреуден қарыз алған шығар, төлей алмай жүрген шығар. Атам мақсатын жүзеге асырып жүрсе бәрін істеймін ғой деген, бірақ істеуге мүмкіндігі болмаған шығар. Кімді кім не алмай жатыр. Ол өртеніп те кетіп жатыр, құрып та кетіп бара. Bir сабыр сақтап, оның орнына қолдансаң, ол ертең бәрін жағдай болатын болса, ол бәрін төлейді ғой. Онда ессіз бола емес. Мен бір сөйлесіп көрдім. Мен де өзімді ойымды айтамын, аға, ойлағанның барын жүзеге асыратын заман жоқ қой қазір. Мен мынаның дайында жүзеге асыра алмайым жүр деді. Білмей тұрған жоқ, ол бала біліп тұр, бірақ ол бала реалист мен де емес. Мен қиялимын, ол реалист, ол қазір істей алмайтынын біліп, оны басқаларын жақсы көрмейтінін біледі. Сондықтан ол болмайтын затты айту уақытын алғысы келмейді. Мен түсінемін ол баланы. Ал не мынау басқа биліктегілер? Ол өзінің креслосын ойлайды. Өзінің алдындағы бастықтарға ұлтты ойламайды, халықты ойламайды. Ұлтты ойласа, өскелең ұрпақты ойламайды. Болмаса әлгі айтылып отқан шаруалардың қиындығы бар ма? Оған велосипед ойлап табудың қажеті жоқ. Америка ашудың қажеті жоқ. Қарапайым ғана. Осыған жаппай адам болып. Ал соның жаппай қайтқан кезінде әлгі Сұлтанмахмұттың сөзі. Ал оны айту үшін тағы да Сұлтанмахмұтқа жүгіну керек. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып кім боламын? Надандықтың көгіне кім болмағанда кім боламын? Қара, болыс болам, патша болам, хан болам демейді. Бай болам демейді. Халқымна сәуле түсірем санасына. Ол ана күн болам деп тұрған жоқ. Сол күннің нұрындай нұр қоямын сәулесін санасына. Қазақ өзің сонда адами қалпына келеді. Дүнияның бәрін өзі білдіріп атқан түсінеді. Сіз Аятжанның бүгінгі жағдайын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың сөзімен жақсы келтіріп отырсыз? Жоқ, шындық, мен біреудікі екен біреумен араласым құрады жоқ, бірақ рет көрдім Аятжанды. Бірақ шындығында менің өзімнің жан дүниемнің қабылдауы солай. Бұл дүние өтеді ғой. Патша бол өтеді, хан болады өтеді. Ақша дегеннің опа бермейтінін көрді. Қазір не болып жатыр? Кезінде сөзден басқа жоқ, Құдайдың көлеңкесінде дегенде дейін барлық нұрекеңді. Енді қазір ерінбеген жаманда батыр. Осы ғой дүнияның өзі. Алма кезек. Алма кезек. Сондықтан енді түзелу үшін, өзіңді ойла, өзің түзеп, өзіңнің ұрпағың солай болу үшін сен әлгінде істеш. Бар бәле, адамда сол өзіңдей адам деген сезіне білу керек.